Қаланың күйбең қалыпты тіршілігіне ауа райы өз өзгерістерін енгізді. Қар жауып, шаһар жолдары мұз айдынына айнала бастады. Сол себептен таңсәріден коммуналдық қызметтер жұмыстарына білек сыбана кірісіп кетіпті. Құм-тұз қоспасы жолда апатты болдырмау мақсатында төселіп жатыр. Мұнда еске Петропавлда 3 бірдей кәсіпорын жұмылдырылған. Бүгінгі таңда қала көшелерінде көктайғаққа қарсы материалдарды себу жұмыстары жасалып жатыр. Бұл жұмыстар түнгі уақытта жасалады, яғни түнгі 2-ден таңғы 7-ге дейін. Техниканың түнгі уақытта шығуының бас себебі ол жолдағы болуы мүмкін қауіпсіздікті алдын алу үшін, жүргізушілердің ыңғайлылығы үшін және де кептелістерді болдырмау үшін. Бірақ кей кездері техника күндізде жұмыс жасайды. Мәселен, бүгін бізде таңғы 4-те қар үлкен көлемде жауған болатын, сондықтан да техника таңертеңде өз жұмысын жалғастырды. Жалпы биыл қысқы уақытқа 2,5 мың тонна құм-тұз қоспасы дайындалды. Тиісті жұмыстар қаланың 241 көшесінде жүргізіледі. Сондай-ақ Ақ-ұлпадан тазалау ісімен 8 серіктестік айналысады. Орталық көшелерде коммуналдық қызметтің мамандары да жұмыстарына кірісіп кетіпті. Барлық қар қала сыртындағы арнайы орындарға тасымалданады.